Ай, бәрекелді. Той-тойға оласын, құрметті ағайын. Бисмилла деп мені шықтық алдарыңа. Асықпай қарап алып жан-жағыма. Ассалаумағалейкум қарияңа, уағалейкум әссалам балаларыңа деп қазақтың баласы болғаннан кейін ең әуелі амандасып алғанды жөн көріп отырмын. Сәлемді қабыл алыңыздар ағайын. Бәрекелді, құрметті ағайын, олай болатын болса, бүгінде мінекей тойымыздың еркесі мен серкесі болып отырған, бүгінгі тойымыздың себепкері болып отырған ол қызымызды ортамызға алдырту бізге бұйырған екен. Олай болатын болса, құрметті ағайын, баршамыз орнымыздан тұрып, шапалақты ұрып, егімізді уықтырып, ән салып, тамсан қана қос қашықтарымызды қарсы алайық. Ең бірінші көшті бастап келе жатқан өздеріңіздің сүйікті қыздарыңыз осы ақ шаңыраққа ап-бісміллә деп 10 қадаммен аттап кірейін деп отырған Еркеназ қызымыз келе жатыр. Қалеке, қызды ауылды қарсы алайық, құрметті ағайын, қызды ауыл келе жатыр. Бәрекелді, мінекей, күн дидарлы, нұр сипатты, әміршінің әмірі, хан тәңірі, сұлулықтың белгісі, Еркеназ қызымыз ортамызға келіп жетті. Бүгінгі 21 ғасырдың қыз жібегі алдымызда тұрды, бір жақсылап шапала құрып қояқшы. Ай, бәрекелді, олай болатын болса, құрметті ағайын, мінекей осындай керемет үлбірген қызымызды қолына қондырып отырған. Бүгін сонау алыстан ат шаптырып, астына ұшқыратын мініп, иығына керем мылтығын асып, жанына жүйрік тасын ертіп, қайтсем де осында кіремін деп, бүгінде шаңырақ көтеріп отырған, отау тігіп отырған Ерсайын ұлымыз келе жатыр. Қалеке, ұлды ауылды қарсылай, құрметті ағайын, ұлды ауыл келе жатыр. Şayıqdan akmar alarma Jebek ayaltayday La Ergen jettim Jadam jüdebay Hey barakallah Devşede Әлде біреу барма Еркеназ жанай Барма Еркеназ Халалалайлым халалалай Халалалалалай Шіркін ай барма Еркеназ жан Пақ шіркін ай бәрекелді Кең даланың перісі, ер жігіттің серісі, 8 қырлы, 1 сырлы, Ерсайын ұлымыз ортамызға келіп жетті. Бүгінгінің төлеген деп бір жақсылап шапала құрып қоймаймыз ба, Қалеке?
Бәрекелді ағайын. Көп рахмет. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, Ерсайын досымыздың өнерпаз жігіттері аз емес. Осындай аруымызды сипаттауға келіп отырған Шегедей жан досымыз бар. Шеге, шап қанекей. Хей, бәрекелді ойдағының өзі екен. Қошемет ағайын. Хей, шап. Өйде. Өйде. Тоғытылайын танымған, сұңғардайын ызланған, сұлу екініз армекен, құлап түскен қосшылар, қолаң шашық иықта, ойды бірмін бар мекен, қас көзі қиылып, қалай мойны үйініп, ақ маңдайлы ақ шабет, сүйке салмас қалай өт, ақ сабағын үзілген, сүңгер өткізілген, бейнебретің армекен, аталып тондозып, алды жүріп шөл көзіп, келіп тұрған алысқа. Ерсайындай мырзалының арманы сірә бар мекен ай. Қыздар, сер жігітіміз дайын болса қол ұстатар дәстүрін бастайық. Осы топ арудың ішінен өзінің сүйіктісін табам екен. Қане бір сынап алайықшы. Табамыз әрине. Кеттік жүр. Ой, біз дайынбыз. Ерсайын кеттік. Түсіндік Ерсайын. Көзіңді байлаймыз. Сүмбіл шаш, ұйылған қаз, қоралай көшінімен әзегені болың бакезай. Алысан дауысында есті, қоштам естуге көз аузыңнан бір ауыз сөз ай. Ақыл алғарайым, дауысың жетті жер жарып, арманың кетті бойдалып, мен өзіңдей еркен аз жолға шыққан толғаным. Ай, бәрекелді. Мінекей құрметті ағайын, нағыз махаббаттың куәгері болдыңыздар. Көздерін жұмып жатса да бір-бірін тауып жатыр. Саусақты біріктіретін білек, білекті біріктіретін жүрек дейді. Қос ғашықтың жүрегі әрқашанда бір болсын деген ниеттілікпен ғашықтардың құрметіне бір шапалақ ұрып қоймаймыз ба Қанекей? Бәрекелді, құрметті ағайын, олай болатын болса, мінекей, қос ғашықтарымыз ортамызға келіп жетті, оған әрине өздеріңіз куәгерсіздер. Олай болатын болса, мінекей, жаңадан түсіп жатқан келінімізді, қыздарымызды ағайын туыспен таныстырып өтсек па деген ниеттілігіміз бар еді. Қазақта жақсы сөз бар. Толқығаннан көңілім жай болып тұр, бұл әулеттің маңдайына ай қонып тұр. Олдарың мінекей күн болып тұр, қыздарың әрине ай болып тұр. Бірі ай, бірі күн болған соң, екеуі бір-біріне сай болып тұр. Екеуі бір-біріне сай болған соң, келіннің бетін ашар жай болып тұр. Олай болатын болса, жаңадан түсіп жатқан келінімізді ағайын туысқа таныстырып өтейік. Ал ендеше ортаға таныстыратын бүгінгі ақын, сал сері, өнер қайраткері